Фарма 5 минутта. Пенициллиндер. Бірінші классификациясы. Пенициллиндерді табиғи пенициллиндер және де жартылай синтетикалық пенициллиндер деп бөлеміз. Табиғи пенициллиндерді өзін қысқа уақытта әсер ететін және де ұзақ уақытта әсер ететін пенициллиндер деп бөлеміз. Қысқа уақытта әсер ететін табиғи пенициллин ол бензилпенициллин натрий және де бензилпенициллин калий. Ұзақ уақытта әсер ететін табиғи пенициллин ол бициллин 1, бициллин 3, бициллин 5. Жартылай синтетикалық пенициллиндер. Олардың өзін стафилококқа қарсы оған оксациллин жатады, кең спектрлі ампициллин мен амоксициллин жатады және де көк іріңді таяқшаға қарсы карбициллин, тикарциллин, пиперациллин, азлоциллинді жатқызамыз. Келесі. Екінші механизмі. Жалпы пенициллиндер барлық бета-лактамдар сияқты, ал бета-лактамдар дегеніміз пенициллиндер жататын антибиотиктердің түрі. Олар жасуша қабырғасының синтезін бұзатын препараттар болып саналады. Барлық бактериялардың сыртынан жасуша қабырғасымен қоршалып тұрады. Жалпы қалайша бізде антибиотиктер жасуша қабырғасы синтезін бұзады? Жалпы жасуша қабырғасы пептидогликандар деп аталатын заттардан тұрады. Пептидогликандар өз кезегінде құрылысы мынандай. Яғни олар осындай көптеген көмірсулардан тұратын тізбек түзеді. Қандай көмірсулар? Ацетил, гликоз, амин және де ацетил мурам қышқылдары. Осылай, осы екі көмірсу бір-бірімен кезек-кезек орналасып тізбектер түзеді. Ал осы тізбектер өз кезегі бір-бірімен ақуыздар арқылы байланысады. Тетрапептид және де пентапептид деп аталатын ақуыздар арқылы бір-бірімен байланысады. Ал осы екі ақуызды тізбекті бір-біріне тігетін немесе бір-бірімен байланыстыратын ол транспептидаза ферменті. Ал енді өз кезегі механизм қалай жүзеге асырады? Антибиотик жасушамен немесе бактериямен әсерлескен кезде, байланысқан кезде транспептидаза ферменті антибиотикті тетрапептидтен ажырата алмай, ол антибиотикпен байланысып алады. Осының нәтижесінде транспептидаза ферменті әсерсізденеді, немесе ол өзінің қызметін дұрыс атқара алмайды. Нәтижесінде бактерияның жасуша қабырғасы әлсіз бола бастайды. Осыдан кейін транспептидаза ферментімен антибиотик байланысып, жасуша мембранасы әлсізденгеннен кейін бактерия бірден өлмейді. Яғни бактерия келесі бөліну кезінде, яғни бактериялар әрине оларда көбейеді, бөлінеді. Келесі бөліну кезінде олардың жасуша қабырғалары ыдырап жойылып кетеді осылайша. Яғни барлық механизмі осындай. Төртінші, жанама әсерлері. Пенициллиндердің негізгі жанама әсерлері басқа антибиотиктермен салыстырғанда аздау. Бірақ та әрине жанама әсерлері бар. Солардың ішінде ең бірінші аллергиялық реакциялар. Аллергиялық реакциялар олар жеңіл түрде көрінуі мүмкін. Ондай жағдайда адам денесінің қызаруы, дене температурасының көтерілуі деген симптомдармен шектеледі. Ал аллергиялық реакциялар ауыр түрде өтетін болса, ол анафилаксиялық шокқа дейін апаруы мүмкін, және де артрит және де артралгия, яғни буындардың ауруы және буындардың зақымдалуына дейін алып келуі мүмкін. Екінші жанама әсерлері ол тітіркендіргіш жанама әсері. Яғни олардың тітіркендіргіш әсері пенициллиндердің. Ішке енгізгенде пенициллиндердің тітіркендіргіш әсерінен лоқсу, диарея, стоматит, глоссит болуы мүмкін. Лоқсу, яғни жүректің айнуы, диареяны барлығымыз білеміз. Стоматит дегеніміз ауыздың шырыш қабатында зақымданушы әсері, ал глоссит деген тілде қабыну реакциялардың пайда болуы. Екінші, бұлшықетке енгізген кезде пенициллиндерде инфильтраттар пайда болуы мүмкін және де бұлшықеттің ауруы болуы мүмкін. Ал көктамырға енгізген кезде флебит және де тромбофлебит болуы мүмкін. Үшінші жанама әсері ол дисбактериоз,